Қайырлы күн. Сосиски тез пісіретін боламыз. Жылы сүтімізді құямыз. Қант, дрожжи, ерітілген сары май. Жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың жарты бөлігін салып, аппара жасап аламыз. Аппарамыз дайын. Тұзымызды саламыз. Қалған ұнымызды салып, қамыр илейміз. Бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Осы қамырымызды 10 бөлікке бөлеміз. Көріп тұрғандарыңызда шеттерін ғана басып, қолымызбен пышақпенен кесіп, дәл осылай өріп шығамыз. Üstün jauып, тындырып қоямыз.
бір жұмыртқаға кішкене сүтті құйып араластырамыз. Сосискамыздың үстіне жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізге 170 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Біздің сосискаларымыз пісті, жұмса әрі дәмді. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар, алдағы видеоларды жіберіп алмас үшін.